Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бүгін мен Зеп, және біз бүгінгі видеода The Last of Us-тың екінші сезоны жайлы айтатын боламыз. Иә, бірінші сезон көп адамдарға ұнай берген жоқ, бірақ бұл оның екінші сезоны шығуына бөгет болмады. Енді осы екінші сезон қаншалықты жақсы шықты, немесе жаман шықты, соның бәрін бүгін қарастыратын боламыз. Айта кетейін, екінші сезонның небәрі бір-ақ сериясы шыққан болатын. Бұл мәліметтер сол бірінші сериясына қатысты болады. Сол себепті жаңалықтан құр қалмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті қосуды ұмытпаңыздар. Ал біз кеттік. Зеп. Айта кететін жайт, бәрі ойлауы мүмкін, неге Майнкрафт түсірмейсің деп. Достар, менің каналым игровой канал болғандықтан мен қазіргі таңда не болып жатыр, соның бәрін сіздерге жеткізетін боламын. Сол себепті олай ойлаудың керегі жоқ. Ал енді видеоға көшейік. The Last of Us-тың екінші сезоны бірінші сезон секілді графика және визуалды жағынан өзгеріс жоқ. Сол баяғыдай мрачный, қорқынышты текстура, графика, ол жағынан сөз жоқ. Оны істейтін адамдар өз жұмысын білетіні көрініп тұр. Сол себепті бұл сериалдардың арасында алдыңғы қатарда тұратыны сөзсіз. Ал қалғандарына келсек, бұл жерде үш нәрсеге шексіз қарауға болады. Педро Паскальдың актерлық шеберлігіне, шилкундардың қозғалысына және Эллидің мужской версиясына арналған әзілдерге. Продюсерлер бұл рөлге кез келген басқа актрисаны алуға мүмкіндігі болды. Хотя бы Эллиге сәлде болсын ұқсайтын. Сол кезде бұл сериалға бұндай хейт келмейтін еді. Бір айтқым келетіні, сериалда Эббиді ойнаған қыз Эллиге көбірек ұқсайтын секілді. Бұл деген Элли ойнаған қыз жаман деген сөз емес. Жай ғана бұл рөлге келмейтін сияқты. Иә, бірақ сіз егер ойынды ойнамаған болсаңыз, ешқандай да айырмашылығы болмайды. Сіз жай ғана мен керемет зомбилар жайлы сериал көріп отырмын деп санайсыз. Ал бірақ геймерлер бұл нәрсеге көз жұмақ қарай алмайды. Жарайды, бәрін қойып сюжетке көшейік. The Last of Us-тың сериалы шықпай тұрып, оның продюсерлері айтқан болатын. Сериал ойынға ұқсамайтын болады деп. Және расымен де сериалда көптеген сценалар және көптеген сәттер өзгертілген. Және сериал шықпастан бұрын олар екінші сезон болатынын ойластырып қойған. Ойынның бірінші бөлімінде тек Элли мен Джоэл жайлы болса, ойынның екінші бөлімінде көптеген персонаждардың оқиғасын көрсетеді. Оған қоса ойынның жартысы Эбби туралы болады. Және екінші бөлім әлде қайта ұзағырақ. Көбісі ойлауы мүмкін, екінші сезонға қалай бәрін сыйдырмақ деп. Сериал шықпастан бұрын продюсерлер айтып кеткен, сюжет ойынға мүлдем ұқсамайды деп. Сол себепті олар жай ғана максималды түрде өздеріне ыңғайлатып сюжетті өзгертеді. Енді бірінші сериясы туралы айтатын болсақ, бізге уәде бергендей бұл жердегі атмосфераны және адамдардың тұрмыс тіршілігін көрсетті. Бұл жерде Элли өскен. Себебі бірінші сезоннан бері 5 жыл өтті. Бұл уақыт аралығында Элли мен Джоэлдың арақатынасы сәл суып кетті. Екеуі де өздеріне дос тапты, өз шаруаларын тапты. Бәрі өз шаруаларымен жүреді. Және Элли әлі күнге дейін сол больницада болған оқиғаны басынан шығара алмайды. Ал осы уақытта Джоэл психологпен өзінің дұрыс шешім қабылдадым ба деген сұраққа жауап таба алмай отыр. Бірақ Педро Паскальдың бұл сезонда аз көрсетілгені түсініксіз болды. Бірақ ойлауларыңыз мүмкін, ол ойында да көп көрсетілмеді деп. Иә, ойынның екінші бөлімінде көп көрсетілмеді. Бірақ ойынның бірінші бөлімінде ол көп көрсетілген болатын. Ал сериалдың бірінші сезонда Элли көп көрсетілген. Сол себепті біз екінші сезонда Джоэл жайлы көп айтылады деп ойладық. Бірақ бұл да ойдағыдай болмады. Жарайды, енді олардың сериалдағы ұрысына көңіл аударсақ, түсініксіз. Олар неліктен сөйлеспейтіні. Көбісі ойлауы мүмкін, переходной возраст немесе Элли Джоэлдың көмегіне зәру емес деп. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл себеп жеткілікті ме? Соншалықты Джоэлмен көріспей кететіндей. Немесе осы 5 жылдың ішінде Элли бүкіл шындықты біліп қойды ма? Басқалай мен бұл сәтті ақтап шыға алмаймын. Серияның басында Эбби шыққан кезде оның бандасымен таныс боламыз. Содан кейін Эббиді біз сериалда байқамаймыз. Білмеймін, Эббидің дене бітімі ойындағыдай мықты болған жоқ. Бұл сұраққа жауапты келесі бөлімдерде табамыз. Ал зомбилерге келсек, зомбилер сериалда зомбилер сериалда эволюция істейтін секілді. Авторлар бізге осыны жеткізгісі келген секілді. Себебі зомбилер ойындағы зомбилерден өзгешелік бар. Олар тыныш қимылдап және күтпеген жерлерден шабуылдап және группа болып жүреді. Сюжетте көп нәрсе әлі дамыған жоқ. Сол баяғы бірінші сезонның соңын әлі талқылап жүр. Ал Элли өз айналасындағы адамдармен болған жағдайда туырлап жүр. Сюжет пока бір қалыпта, динамика жетіспейді. Бірақ екінші бөлімнің тизері көп нәрсе уәде беруде. Эбби наконец өзінің
ойлаған жеріне жетеді. Ал Джексон деген жерге зомбилар шабуыл жасайды. Әрі қара спойлер болады. Сол себепті видеоны тоқтатып, видеоның астына түсіп, комментарийге өз ойыңызды жазып кетіңіз. Ал енді жалғастырайық. Ойынды өткендердің бәрі білетін нәрсе — Джоэлдың өлімі. Бұл нәрсеге фанаттар қалай қарайтыны қызық болып тұр. Себебі бағана айтып өткенде Эбби жақындап келеді. Бұл дегеніміз Джоэл жақын арада өледі. Бұл нәрсе екінші бөлімдегідей болатын болса, фанаттардың қызығы қашып кетпей ме деген сұрақ. Себебі бұл актердің арқасында көп адамдар сериалды көріп отыр. Бұл нәрсеге адамдар қалай қарайды, сол маған өте қатты қызық болып тұр. Немесе олар жай ғана сюжетті өзгертіп жібереді ме? Джоэлдың орнына оның бауырын өлтіруі мүмкін бе? Себебі оның баласы бар. Бұл нәрсе осы сәтті өте аянышты қылып жібереді. Әйтпесе продюсерлер бұндай мықты актерді сериалдың басында жоқ қылып жіберуі бір түрлі. Себебі қазіргі таңда Педро Паскаль өте танымал және желіні шулататын актерлардың бірі. Осы сәтте фанаттар екіге бөлінуі мүмкін. Бір жағы Джоэлдың тірі қалғаны ойынның сюжетін ұстанбағаны үшін жеп көруі мүмкін. Ал бір жағы керісінше Джоэлдың тірі қалғанына қуануы мүмкін. Ал келесі бөлімдерде бәлкім Джоэл Эллимен бірге кек алуға баруы мүмкін. Оған дейін біз не болатынын білмейміз. Авторлар қай жолды таңдайды, болашақта білетін боламыз. Ал видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті қосуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Зеп, сау болыңыздар. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate